3 уақытта адамның тәубесі қабыл қылынбайды дейді. 3 уақытта. Оған дейін сіздің тәубеңіз қабыл. Яғни, Аллахым, күнәмді кешірші десеңіз, сол кезден бастап сіз тазарасыз. Бірақ 3 сәт келсе, тәубе қабыл болмайды. Біріншісі, адамның жаны алғымына келген кез. Яғни, қырылдап сырылдаған кезде, мен Құдайға сендім деп, қол аяғыңыз жоқ, өзіңіз қалыңыз жоқ, кетіп бара жатсыз. Ей Аллахым, мен Құдайға сендім енді десеңіз, ол сенімнің сізге пайдасы болмайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның айтқаны бойынша. Екіншісі, күн батыстан шыққан уақыт. Күн батыстан шыққан уақыт. Күн қазірге шейін шығыстан шығады, бауырлар. Шығыстан шығады. Шүкір Аллаға. Бірақ күн қашан батыстан шығады? Сол кез адамға соңғы нүкте. Бұдан кейін оның тәубесі қабыл болмайды. Үшіншісін ғалымдарымыз кең қылып айтады. Біреулер сүр шалынғанда дейді. Жоқ. Егер байқасаңыз, Алланың азабы келген уақытта. Фирауын Құдайға сенбеймін деді. Бір күні Мұса пайғамбардың артынан әскерін алып барды. Жеткен уақытта су ашылып тұрғанын да көрді. Жері табаны құрғап. Сол суға түсті де, дәл ортасына келген уақытта ойлаңызшы, екі жақта тау болып көтеріліп, баспай тұрған су баса бастады. Болды ғой, қайда барасың енді? Сол кезде Фирауын басын сәждеге қойды да, Раббым Алла, мен саған сендім деді. Енді кеш. Енді кеш. Жебірейіл алейхиссаламнан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хабар береді. Алланың мейірімінің шексіздігі сонша дейді. Жебірейіл айтады екен. Фирауынды батырып атқан кезде мен жанында тұрдым Фирауынның дейді. Сол кезде Аллахым, мені кешірші деген кезінде мен Нілдің табанынан лай алып аузына тығатын едім дейді. Нілдің табанынан алып аузына лай тығатын едім. Алла осыны кешірмесінші деп. Алланың кешірімі шексіз. Бірақ 3 жерде адамға 3 жерге шейін мүмкіндік жазылған. Сол мүмкіндік сіздің қолыңызда тұрады. Сол мүмкіндікке дейін әрекет жасаңыз. Жақсылыққа қарай қадам басыңыз. Сонда мүмкін сіз өзіңіздің бақытыңызды табасыз.